Liga della Questa! Сәлем, менің есімім Шахмұрат. Мен Лило мен Стич фильмінің дубляж режиссерімін және Стичті қазақ және орыс тілінде дыбыстадым. Жоқ. Оған қой де. Ей, не істеватсың? Лило мен Стич жобасының дубляж режиссері боласың дегенді естіген кезінде әрине мен қуандым. Бұл да бір өзіндік классикаға айналған Диснейдің керемет туындысы. Стич әсіресе менің сүйікті кейіпкерлерімнің бірі. Оның жаңағы дауыс ерекшелігі әсіресе. Стич жаман. Кейде отбасында ұрыс-керіс болады, бірақ ол отбасы жаман деген сөз емес. Отбасы. Иә, дұрыс. Мысалы біз сәлем дейтін болсақ, ол салем дейді. Отбасы дегенде отбасы деп сөйлейді. Сөйлеп жатқан дауысты өзгерту керек. Ары қарай жұтып қойып сөйлеу керек та. Сондықтан бұл Стичтің басты ерекшелігі. Бұны жасау қиын. Тіпті бір 2-3 сөз айтқаннан кейін мен бүйтіп ентігіп дем алып аламын, өйткені біз олай өмірде сөйлемейміз. Ал Стичтің бұл ең басты ерекшелігі. Сондықтан осыны жасау қиындау болды. Өзі сондай сүйкімді. Ол үшін өзің жауап бересің, ұқтың ба? Уәде берем. Я. Негізінде басында Стичті есерсоқ, бұзақы, ойна келген істейтін, тек қиратам деген жаңағы ішіндегі программасы бар, солай ғана жүретін құбыжық сияқты қабылданады. Бірақ адамдардың арасына келе, әсіресе осы аралда оның бойында адами қасиеттер пайда болады. Құрметті көрермен, баршаңызды мамырдың 22-сінен бастап осы Лило мен Стич фильмін қазақ тілінде тамашалауға шақырамын. Бұл дүние, бұл фильм және осы кейіпкер жүректеріңізде ерекше орын алатынына мен кәміл сенімдімін. Лило мен Стич кинотеатрларда мамырда.